Мұғалім қандай тақырыпта курс жасаса өтеді? Жалпы бірінші тақырып бізде оқушыларға арналған, екінші тақырып мұғалімдерге арналған. Оқушыларға, әсіресе бастауыш сынып оқушыларына арналған курстар жасайтын болсаңыз, өте жақсы өтеді. Себебі бастауыш сынып ата-аналары өздерінің балаларынан ақша аямайды. Ал енді екінші, нишқа дайындау және де гимназияларға дайындау сабақтары жақсы өтеді. Және үшінші, әрине ұбт-ға дайындау. Міне осы үш бағыттағы курстар оқушыларға жақсы өтеді. Универсалды тақырыптар деп айтатын болсақ, бізде қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі курстары өте жақсы өтеді. Ал енді мұғалімдерге байланысты айтатын болсам, бастауыш сыныпқа арналған оқу, жазу, есептеу және де бастауыш сынып оқушыларының түрлі дағдыларын дамытатын курстар күшті өтеді. Пәндер бойынша, мысалы, осындай пән мұғаліміне қалай табыс табуға болады? Осындай пән мұғаліміне қалай репетитор болуға болады? Қалай офлайн сабақ оқытуға болады деген бағыттағы мұғалімге әрі мамандықты, әрі табыс табуды үйрететін курстар өте сұранысқа ие. Егер нақты мұғалімге табысты болатын нишалардың тізімін алғыңыз келсе, маған жай ғана дайректке ниша деп жазыңыз, мен сізге арнайы құжат дайындап қойдым. Оның ішінде мұғалімге табыс алып келетін ең мықты нишалардың тізімін дайындап қойған болатынмын.